Медина. Медина қазіргі араб тілінде қала деп аударылады. Бұл сонымен қатар Солтүстік Африка мен Мағриб елдеріндегі қалалардың негізгі ежелгі бөлігінің атауы. Бұл сондай-ақ Меккеден кейінгі мұсылмандар үшін маңыздылығы жағынан екінші қаланың аты. Мәдина қаласы ислам діні тарағанға дейін Ясриб деп аталды, бірақ миллиондаған мұсылмандар зиярат ететін орынға айналған соң атауын пайғамбар қаласы немесе жарқын қала деп өзгертті. Мединаил аты орыс тіліне қарапайым қала деген сөзбен аударылғанмен, мұсылмандық қасиетті орынмен тығыз байланысты. Керісінше қасиетті қала немесе пайғамбар қаласы дегенді білдіреді. Медина өзінің ішкі жағдайына назар аударады. Балалық шағында ол жиі байсалды және ойлы. Мәдина ақымақ болса да, кейде мектептен алған білімін де, алған бағасын да байқамайтындықтан өте орташа оқушы болып шығады. Жұмыста өте құпты, бірақ сирек құмарлықпен жұмыс істейді. Медина әдемі, бірақ оның ішкі жарқырауы жиі болмайды. Егер жұмысқа, оқуға құмар болса, немесе қатты ғашық болса, ол жаңа қарым-қатынастарды сирек бастайды. Ескі байланыстарды ұстанады. Онымен үстік достық қарым-қатынас орнату қиын. Бірнеше адал достары болғанды жақсы көреді. Олар үшін қажет болған жағдайда тауларды жылжытуға дайын. Балады қатты жақсы көреді. Ол үй шулы және көңілді болғанды ұнатады. Оның өзі өте эмоционалды болмаса да, басқалардың қуанышы оған ләззат береді. Ол жұмыс орнын ауыстыруды, жаңа адамдармен кездесуді қатты жақсы көрмейді. Ақшаны бірақ жақсы көреді. Көп ақша тапқанды ұнатады. Бірақ жиған терген қалай жұмсау керектігін білмейді. Айша есімі. Айша есімі араб тілінен аударғанда ол өте танымал, лайықты есім. Мұхаммед пайғамбардың үшінші әйелі, Сауд Арабиясының Мекке қаласында туған Айша бинт Әбу Бәкірге тиесілі. Айша анамызды барша діндар мұсылмандардың анасы деп те атайды. Және өз заманындағы ислам хадистерінің жеті ұлы білгірі болып саналады. Оны 2000-нан астамы оның атына жазылған. Көзі тірісінде оны шыншыл деп атаған. Айша өткір ақылмен, логикалық ойлаумен мақтанады, тыңдауды, қарым-қатынас орнатуды біледі. Айша сезімтал, эмоционалды адам, түйсігі дамыған. Егер ол өзін дұрыс екеніне сенімді болса, өзінің пікірі, ешқашанда өз пікірінен таймайды. Шығармашылығы дамыған, шыдамды, табанды. Бірақ жағдай оның жағында болмаса, Айша шегініп бағытын өзгертуді біледі. Сәтсіздікке ұшыраған жағдайда ол эмоцияларға берілуі мүмкін. Қызғаныш, тітіркену сияқты. Бала кезінде Айшаның қабылдау қабілеті эмоционалдығы жоғарылайды. Ол үшін қауіпсіздік пен махаббат сезімі маңызды. Өзін қолдайтын ортада көңілді, жайдарлы, сыпайы, белсенді болады. Бақытты қарым-қатынас үшін оған шыдамды, мұқият және тәжірибе серіктес қажет. Оған аудармашы, мұғалім немесе іс-шара менеджері мамандықтары сәйкес келеді. Шығармашылық мамандықтар да өзін жүзеге асыра алады. Асыл есімнің түпнұсқасы текті, бекзат дегенді білдіреді. Раян есімі. Раян есімі мағынасы араб тілінен аударғанда тым, толық, қанық, мол, шырынды, тегіс, түзу. Екінші мағынасы дамыған, жетілген, кемелденген дегенді білдіреді. Енді бір басқа мағынасы жұмаққа кіретін қақпа. Бұл есімді қызына таңдаған ата-аналар сәбиін жан-жақты жетілген, көркем, кемел адам болуын тілейді. Ал ар-раян деген ораза ұстаған мұсылмандар кіретін жанат қақпаларының бірі. Қыздарына Раян есім қойған ата-аналар оның салиқалы, иманды, көркем мінезді болып өскенін, Алланың мейіріміне бөленіп, жанатқа лайықты болуын тілейді.